Обал дүние. Авторы Несіпбек Дәутайұлы. Әр тұсы тарлауыт жайдақ аңғардың ортасымен ағып жататын Жіңішке өзенінің екі жағалауы бір кезде бірін-бірі жалғаса соққан тоқал үйлерден тұратын ауыл еді. Сонда бар ғой, анау аумағы әжептәуір алаңқайға адам аяқ баспайтын. Себебі ортасын ала оқшау көзге түсетін жылан ордасы болды. Енді міне көкорай жусан көмкеріп жататын жазалаң беті астан-кестен гүріл сарлы дүниені көшірген техникалар топырағын тегістегенде жылан ордасында жым-жылас қылды. Қап әттеген-ай деп бұлтырды. 62 тамырының бірі үзіліп кеткендей денесін қуалап діріл жүгіріп өткен. 60 жыл бойы күнде көріп жүрген жазалаң мен жылан ордасының орны дөңгеленген қап-қара топыраққа айналды. Кезінде оны айтпағанда дәл осы сағатқа дейін кімнің де әлгі алаңқайды айдаладан айналып өтетіні рас еді. Ес жиып етек жапқанда білгені жылан ордасының басына баратын жалғыз адам Құсатай Соқыр болатын. Күмістей сақалы, кеудесін жапқан шынашақтай шал, жасын ешкім білмейді. Әйтеуір әкелерінің, аталарының, бабаларының кезінде де болған десетін. Бұл сұрайтын әкесінен, сондайда бола ма деп, жұмбағы көп дүниеде не сұрайсың деп күмілжейтін ол. Ары қарай тықақтайды ғой, көзінің мүлде көрмейтіні рас па, солай сияқты, неге сияқты, жұрттың білетіні сол, қайтып жол тауып жүреді. О жағы құдіреттің ісі. Құдіреттің ісі емей немене, үлкендер айтса, Құсатайдың құсы жыланы бар, өзін мейлі сыртынан келеке мазақ еткендерге де түнде құсы мен жыланын жібереді екен. Құсы қанатыңмен терезені сабалап, жыланы қойныңа кіріп, түні бойы жаныңды көзіңе көрсететін көрінеді. Оны қояқ қойғанда, Құсатай кімнің не ойлап жүргенін де біліп қоятыны өз алдына десетін. Жаман пиғыл, бұзық ойы барларға да құсы мен жыланын жіберетін екен түнделетіп. Осы бір елден естігендері ертегі секілденетін бұған. Оқта-текте оқыс бетпе-бет келіп қалғанда сәлем бермесе, жұрт Құсатайға, Құсатай жұртқа жолай бермейтін еді. Балалар жағы мүлде алыстан ғана төбесін көріп жүретін. Сонда да жылан ордасының басынан күн жұмада көкесегін жайына қойып ұзақ-ұзақ отырар еді. Не істеп не қояды беймәлім, болжам көп, тоқ етері жыланмен тілдеседі сірә. Мұның жігіт болып қалған шағында Құсатай Соқырдан мүлде із-түзсіз кетті. Әлде қалай десіп, оның қыстағына барғандар жағаларын ұстап оралды. Шалдың тастан қалаған шағын тұрағы да үшті күйлі десті. Аузы аңқайған жұрттың айтары қалмады. Қалмағанда бір-бірінен сұрайтыны бұл қалай, оқта-текте әркімнен әрқилы әңгімелер шығып жүрді. Бәлен жерде жүр екен, түлен жерден көріпті. Қайсы бірде сол Құсатай мұның түсіне кірмесін бе? Мені жоғалтып алдыңдар ма дейді ол. Бекер оларың, мен мәңгі оралып соғып жүремін. Құдіреттің бар екенін естеріңе салып отыру үшін. Тәубеге келіп отырмай, опа табалмайтындарыңды ескерту үшін. Одан бері қанша қар жауып, қанша су ақты, мұндағы жұрттың жаңа қонысқа көтеріліп, көшіп кеткеніне талай жыл. О кездегі қылшылдаған жас жігіт міне 60-ыңда алқымдаған. Осы жердің иесі оған жекешелендіру кезінде қол жетті. Әкенің аяқ-таяғын ұстап қалған малсақтың алдында 2 отарға жуық қой, 2 үйір жылқы, 2 табын ірі қара. Жалдамалы малшылары және бар. Қонысы орталықтан шалғайлау еді. Ешқашан ешкімнің қаперіне кірмеген оқиға Батыс Қытай мен Батыс Европа жалғастыратын автобан атты жол құрылысы. Алматы-Ташкент трассасын жағалап келіп, Ұлы Асуға кіре берер жерде кілт бері қарай тартып, дәл осы жерді қақ ортасына өтіп барады. Қуанбай көр, әсіресе інісінде жан жоқ, алтын тауып алғандай қалде. Әдепкіден бірді 2, 2-ні 3 етуге епті бауыры Алматыға қалай барды. Солай табыс табатын, талай шаруаның шаңын шығарған. Кең сарайдай коттедж, супермаркет, дәріхана, жанармай станциясы, тағы немене бар. Біраз дүниесі, әйелі де ақша жасау мәселесінде бір айналайын шүкір деп келеді бұл.
мына малдың жартысы да інісінің еншісі. Автобан құрылысы бері таяп қалғанда, інісі қайсы бір күні қанжардай қатқан қаба сақалдыны ерте келді. Жобалаушы деді ме, қағаз сызған біреу. Інісі екеуі қазір топырағы тозанға айналып, жылан ордасына дейін тегістеліп жатқан жазалаңды ары да бері де айналған. Дәнеңе түсінбеген, бұл жөн сұраса, бауырныкі Құдай бердінің әңгімесі. Бермегенде, немене, ендігі жерде қиырдағы Қытайдан, қияндағы Европа ары да бері де, күндіз де түнде де автотранспорттар ағылып жатса, ағылып жатқан адамдарға аялдап ауқаттанып, көз шірімін алып дегендей жер керекте. Енді қалай, күн шығыс жақ елсіз қу дала, күн батыс жақ асу, алтай қыс ақ түнек боран, алтай жаз аңыраған жел, ал мына жер нулы сулы, ықтасын айналасы, көз жауын алатын көгорай. Кафесі, шағын қонақ бөлмелері, жанармай және техникалық қызмет көрсету станциялары бар заманауи комплексті құрылысқа бұдан артық не керек? Айналасына ағаш егіледі, бірнеше гүлзарлар және болады. Сонда оның ана алаңқайды түгел алама деп сұраған бұл. Ендіше, жылан ордасы бар емес пе? Ой ағау, ол кімге керек? Құдайдың жанды қылып жаратқаны ғой. Құдайдың шаруасы, Құдайдың шаруасы, біздің шаруа, біздікі аға. Қой ой деме, енді қайт дейсіз? Құдайсыз болмайды ештеңе. Ағау, бүгін 21 ғасыр ғой, болса ше, ескілікті әңгіме ертегіге елти бермеу керек. Япыр-ай енді. Ендігі жерде ерік өзімізде, бәрінен тәуелсіз біз. Сөздері жараса қоймаған. Інісінің алған бетінен қайтпайтынын білетін, бала кезден сондай. Ойына алған істемей қоймайды. Жағаласып, жағы жыртысып жататын мінез жоқ бұнда. Оның үстіне жағдайына қарап, жаны қалмай жүрген жалғыз бауыры. Көшкен жұрттың орнына кең сарайда 2 қабат үй салдырып берген кім? Мектепті оғып-бұғып бітірген, 2 қызын қолына алып келіп, институтқа түсіріп оқытып шоқытқан, дипломдары қылып, жұмысқа орналастырған, ұзатып тойларын жасап берген кім? Осы жалғызы. Жыл сайын әйелі екеуін Сарағаштың санаториясы және жіберіп алады. Шайқанттары, киім-кешектерін де дер кезінде жеткізіп беру соның мойнында. Ұлы асуға кіре берісте Алматы-Ташкент трассасын жағалап келе жатқан автобан құрылысы осында жақындай түскен тұста оның қосыны 3-4 вагон түрлі техникалары мен көшіп келіп өзеннің бойындағы қалың шоқ талдың саясына орналасқан. Бастығы әлде түрік, әлде қызылбас біреу екен. Қазақшаңа ағып тұр. Інісі тез-ақ тіл табысып алыпты. Семіз секті сойып, етін түгел астырып, арақ шарабын үйіп төгіп, жолшыларға ерулік берген. Одан кейін де жолшылардың әлде түрік, әлде қызылбас бастықтарын үйге оңаша әкеліп, ішкісіп, жегізіп, қалтасына көк қағаз салған және енді әне соның арқасында жыланның ордасымен қоса алаңқайды түгел тегістеп тастады. Қап әттеген айлап, бұлтыр сенделіп. Інісі түйе тауықтың етінен тұтас сырбаз дайындап қоюды тапсырған. Сәкіде дастарқан жаюлы, ішіп жемнің не түрі. Бір кезде терлеп-тепшіп інісі мен әлде түрік, әлде қызылбас жетті желпініп. Інісі жайраң-жайраң, әне аға, алаңқайды түгелдей теп-тегіс етіп тастадық деді. Амандық болса, күнертең ол жерде барлық қызмет түрі бар комплексті заманауи дүниеміз тұрады. Көздің жауын алып, бұл не десін, үндемеді. Таңғалғаным деді сөзге, қонақ араласты. Ордасында жылан көп болады екен ғой. Мылжа-мылжасы шығып, дымы қалмады. Әлде бірлі жарыма қалды мекен, тереңде. Қалсын қалмасын поқи деді, інісі сөзіне орыстың бір сөзін қыстырып. Алаңқайды түп-түгел цементтеп тастаймын, астына биіктігі 20-30 сантиметрдей қиыршық тас төсеп. Қып-қызыл табыстың көзі, осы заманның адамысың, вискиді шайқап ішіп, сырбазды тамсана жеп отырған анау бұған қараған. Ағайдың көңіл күйі жоқ па? Не ойлап кеттіңіз? Обал сауапты, бұл суық сөйледі. Ол не еді? Қазақ байшылық қой, ол бізде бар әлі, деп інісі сөзге араласты. Бұл кісілерге бәрі обал, жандының барлығының обал сауабы болады, деді бұл демін терең алып. Көкау, қияндағы Қытай мен
Қиырдағы Европаға заманауи жол түсіп, ол дәл алдыңыздан өтіп жатқанда, андағыңыз не сөз? Өтіп жатқан жолдың, соның айналасындағының барлығының аманды ғой менікі. Жыланның ордасы ма, сондағыңыз, оның бар жоғы кімге керек? Өстіп бұзылады ғой пиғыл. Пиғылдың қанша қатынасы бар бұл жерде? Бар айналайын бар. Обал сауап жоқ жерде бәрі бұзылады. Дүниең сөйтіп жатқан жоқ па? Үркіп жатыр бәрі, шашылып жатыр. Биыл ғой осы өңірде жер 3 рет сілкінді. Бұрын соңды оның қашан болғаны атамызға, әкемізге ешқайсымыздың беймәлім. Шорылдақтың аспанға атқалап жататын суы тартылып тереңге кетті. Осының барлығы Құдайдың ісіне қарсылықтан болып жүрмесінде. Бұлардың әңгімесінің мәнін түсінбей, ағайындыларға алма-кезек қарап қойып, әлде түрік, әлде қызылбас вискиден ұрттап қойып, сырбазды соғып отырды. Сен келген сайын телевизордың антеннасын сұрайсың, әдейі алып тастағам, керек жоқ оның, қарағым келмейді оныңды. Күн сайын небір сұмдық көрсетеді. Ата-бабамыз естімеген, білмеген, көрмеген, жаның түршігеді. Не болып барамыз, не болмай жатыр, иман қайда, Құдай қайда? Қойыңыз аға, қойыңыз енді, қонақтан ұят, одан да мынадан бір тартып жіберіңіз деп інісі елпілдеді. Бұл аналарды жайына қалдырып тұрып кеткен, өкпесі қара қазандай, кімге, бәріне, өзіне де, өзегіне шоқ түсіп, оттай ыстық өксіктен өртеніп барады. Түннің бір уағына дейін автобан салушылардың басшысы мен ішімдікті біраз сілтеп, қызып алған інісін үйдің соның келіп кеткенде демалатын арнайы бөлмесіне сүйеп апарып жатқызып, өзі әдеттегідей сәкідегі тапшан үстіне қисайған, ұйқы қашқан, ойына не келіп не кетпейді. Баяғыда Құсатай жоқ болып кеткеннен кейін араға біраз жыл салып, мұндағы жұрт жаңа орталыққа көшті ғой. Жаман ой, арам істен аулақ жүретін ағайынның сол жаққа барғаннан соң айдың аманында әдепкідегі ақ жолдан айнып бара жатқандарын естігенде, Құдайлайтын. Сонда тәубаларын ұмытқаныма есінде ғой, олар осында тұрғанда ара кідік айтысып, жанжалдасқандай болса, жылан ордасы жақтан ысылдаған дауыс сумаңдап қоя беріп, салғыласып тұрғандар селк етіп, сап тиылатын. Енді келіп, құлағына ысылма, сондай бір суық дыбыс жеткендей. Басын көтеріп алып, тұрып отырды. Көзі бүгін түте-түтесі шыққан алаңқай жақта. Ай жарығынан байқайды, ол тұз қап-қара. Кенет соған қарай жарық саулағандай болды. О, Құдай, әлгі жарық жерге қонғанда арасынан адамның сұлбасы елес берді. Анау кім? Құсатай. Сол ғой, иә сол, көгесегі, соқыр шал ер үстінде жан-жағына үңілеме. Мұның басы айналып, көзі бұлдырады. Денесі қалшылдаған, үш ұмтылып орнынан әзер тұрды. Алаңқай жаққа мойнын қайта созып еді. Жарықты төбесінен көтеріп, қалқып бара жатқан жаңағы сұлбаны көрді. Сәскеге дейін жата ма бұл жұрт деген әйелінің даусына оянған. Таң ағарғанда кірпігі әзер айқасып еді. Төрежанды оятсаңшы, шай дайын деді әйелі. Екінші қабатқа көтеріліп, інісінің есігін ашқан. Сол мезет тоққа түскен адамдай тіл ауыздан айырылып, тұрған орында тұншығып, құлап бара жатты. Інісінің мойнына сала құлаш қара бас ақ жылан оратылып қалыпты.